Кеш құрметті достар, біз Патриаршие прудыда. Және сіздермен бірге Москва қазақша бағдарлама. Патриаршие пруды бұл өте қызық жер. Бұрын осында бірнеше тоғандарды болды. Осы туралы тоғандардың атауы айтады. Тоғандарға жақын ешкілерді өсірді. Олардың жүні патша сарайына тапсырған. 20 ғасыр басында бірнеше жыл ішінде Маяковский отбасы туды. Владимир Маяковский Патриаршие прудыда цукатынан ішкен кейін қайықта айдады. 19 ғасырдың қаңырылы қызда осындай сырғанаққа Лев Толстой қыздарына келді. Трехпрудный тұйық кешеге Марина Цветаева ақынның балалық шағы өтті. Өкінішке орай, оның ойы сақталпады. В час жаркого весеннего заката на Патриарших прудах повезло граждан. Осы хикая біз туралы емес. Қазір көктем емес, бірақ дәл осында Булгаковтың атақты романында біз бірінші рет Михаил Берлиоз пен Иван Бездомный ақынымен танысамыз. 1924 жылға Михаил Булгаков осы коммуналдық пәтерде тұрған. Осында ол Ақ гвардия және жас дәрігердің жазулары атты кітаптар жазды. Оның бөлмесінде спиритизмдік сеанстар ұйымдастырылды. Кейде пәтер жанданады. Мысалы, шкаф есіктері ашады, немесе пианоның оны естіледі. Пәтерге баруның жарасы. Біріншіден, үйдің жанында сізге маңызды сұрақ қою керек. Екіншіден, сәтімен көтерілу және төмен кіру керек. Үшіншіден, киоске кіргенде жарты көресіз. Патриаршие пруды аймақта орыс сәулетші Федор Осипович Шехтельмен жасалған көп ғимараттар орналасқан. 1893 жылы ол кәсіпкер Сава Морозовтың әйелі Зинаида Морозоваға үшін жеке жайды салды. Көше жақтағы қазбеттердің жобалауы үшін ол сол кезде кен атақты емес сурет салушы Михаил Врубельді шақырды. Құрылысынан кейін үйдің иесі Зинаида Морозова ақ сүйек салондар жайластырды. Онда Антон Чехов, Исаак Левитан, Александр Бенуа мен Федор Шаляпин келіп тұрды. Жақында Шехтельдің өзі ойы орналасқан. Оның 1910 жылы салынған қалалық мекені. Аптека 1914 жылы ашылды. Осы жерде жи Михаил Булгаков келген. Қазіргі уақытта осы жер аптека аталады. 2012 жылы жергілікті тұрғындар дәріхананың ескі майындашасы жекеменшілік ақшаға қайта алады. Бұл тағы бір Шехтельдің жауһар. Левинсон баспаханасы. Ол Мәскеудің ең әдемі ғимараттардың бірі деген есептеледі. Осында Марина Цветаеваның бірінші өлеңдер жинағы мен Антон Чеховтың бірінші әңгіме жинағы басылып шықты.